атым Дилфуза Нурсиитова, мен 33-темін. Өмірім бұл бір квест сияқты, бәрін өлгері. Күніге сағат 5:30-да оянамын. 6-тан 8-ге дейін аптасына 6 рет мен триатлонмен шұғылданамын. Одан соң енді мен ана басымен қызымды мектепке даярлау керекпін. Қызымды мектепке апарғаннан кейін жұмыспен айналысам. Кешкісін қызымды алып кетем. Енді кәдімгі өміріміз бар, тамақ дайындау керекпіз, келесі күнге киім дайындау керек. Спорттегі өмірім негізінен жүгіруден басталған. 2015 жылы бірінші жарты марафоннан басталған Астанада. Ол енді әрбір марафон бір бөлік өмір сияқты ғой. Бірақ оның ішіндегі ең мақтанатын ол ультрамарафон. 2017 жылы 70 километр Тенгри ультрамарафонында жүгірдім. Әйелдердің арасында 4-ші болып бітірдім. 11 сағат өмірім соған кетті. Өйткені ол тек қана жай жүгіру болған жоқ. Өзімен өзім жарысқандай болдым ғой сол кезде. Енді онымен тоқтаған жоқпын. 2018 жылы Астанада ең бірінші рет Ironman деген жарыс әкелінді. Сол кезде эстафетада да мен бірінші рет жүзіп шықтым. Ашық су жүзу дейді оны. Триатлонды содан бастап сүйдім мен. Шілде айынан бастап триатлонмен айналысатын болдым. Шешесіне қарап қыз ал дейді ғой. Қыркүйектен бастап қызымды балаларға арналған триатлонға бердім. Ол да аптасына 5 рет триатлонмен айналысады. Спорт мен үшін ол дәрі. Бәрінен де дәрі. Стресс ситуацияға түссеңіз де барып жүгірем. Ауырсам да барып жүгірем. Денсаулыққа спорт өте маңызды. Соғанда уақытыңызды табуға болады. Әлдегідей мен сияқты алтта тұрып 1 сағат спортқа берсеңіз, уақытыңыз бәріңізге жетеді. Сылтау іздемеңіз.